Қайырлы күн оқушылар, сіздермен байланыста мен Сәлім Қойшыбай. Бүгінгі біздің қарайтын есебіміз ол сағат 19-дан 20 кетті. Осы кезде сағаттық тілі мен минуттық тілінің арасында қанша градус пайда болады? Соны табу керекпіз. Егер сіз бұрын-соңды бұл есептерді шығарып көрген болсаңыз, пауза басып шығарыңыз да төменге өз жауабыңызды қалдырыңыз. Ал егер сіз бұл есепті шығара алмасаңыз, уайымдаудың түк қажет жоқ, себебі мен қазір бұл есепті сізге қалай шығару екенін үйретемін. Алдымен сағатымызға қарайық. Сағатымыз бізде шеңбер тәріздес, ал шеңбердің қанша градус екенін біз білеміз. Шеңбер ол бізде толық бұрыш. Толық бұрыш дегеніміз 360 градус. Мына шеңбер толық 360 градусқа тең. Шеңбер не істеген? Ол 12 бөлікке бөлінген. 12 бөлікке. Шеңберіміз 360 градус, және ол 12 бөлікке бөлінген. Егер біз 360-ты 12-ге бөлсек, 30 градус аламыз. Бұл 30 градус дегеніміз әрбір екі санның арасында пайда болған градус. Мысалы, 10 мен 11-дің арасы 30 градус. Дәл солай 11 мен 12-ның арасы 30 градус, 10 мен 9-ның арасы 30 градус. Осы 30 градусқа қосылып бізге толық 360 градусты береді. Ал енді біз өзімізді нақты есепке оралайық. Біздің есепте 19-20. Яғни минуттық тілге назар аударыңыз. 20 минут кетті. Жалпы бір сағатта 60 минут бар. Және бұл бізде 12 бөлікке бөлінген. Әр сан бізде 5 минутты береді. Яғни 20 минут кетті деген сөзіміз, минуттық тілдің тілшесі 4-те тұру керек. Ұзын тілше 4-те тұрады. Міне, бірінші осыны салып қояйық. Бұл 20 кетті дегенді білдіреді. Енді сағат 7-ден 20 кетті. Негізі мұна сағаттық тіліміз 7-де тұру керек еді. Бірақ бұл сәл де болса жылжиды. Бірақ нақты қанша градус екенін білмейміз. Біз қазір соны табамыз. Мына жерде қанша градус пайда болған. Енді қарасаңыз, бір сағат өткенде біздің сағаттық тіліміз тек қана 30 градусқа жылжиды. Сағат 12 болса, бір сағаттан кейін 1-ге барады. Сағаттық тіл не істейді? Сағаттық тіл сағат 1-де болады. Бір сағат өткеннен кейін, яғни 60 минут өткеннен кейін ғана барып 2-ге жылжиды. Ал әрбір екі санның арасы 30 градусты береді. Сағаттық тіл 2-де тұрады. Бір сағат өткенсе ол 3-ге жылжиды. Міне, 30 градусқа жылжиды. Бұдан нені білеміз? 60 минут уақыт өткен кезде сағаттық тіліміз 30 градусқа ғана жылжиды. Ал біздің жағдайда сағат 7-ден 20 минут кетті. Яғни 20 минут кеткен кезде біздің сағаттық тіліміз қанша градусқа жылжиды? Білмейміз. X. Біз бұны тура пропорция арқылы тауып аламыз. X-ке қарама-қарсы 60 төменде, 20 мен 30 жоғарыда орналасады. 30 пен 60-ты қысқартамыз. 30-ды 30-ға бөлсек 1, 60-ты 30-ға бөлсек 2. 20-ны 2-ге бөлсек 10 градус. Яғни сағат ровно 7 болған кезде сағаттық тіліміз 7-де тұрады, бірақ 20 минут уақыт өткен кезде бұл да қатар жылжып отырады. 10 градусқа жылжып. Яғни әр 20 минут сайын 10 градусқа жылжыған кезде бір сағаттан кейін сағаттық тіліміз жайлап 8-ге жетеді. Негізгі табу керек санымыз міне осы жердегі бұрыш. Осымен сізді шатастыруға тырысады. Ал қалғанын біз білеміз. Сабақтың басында айтқандай екі санның арасы 30 градус болады. 4 пен 5-дің арасы 30 градус. 5 пен 6-ның арасы 30 градус. Және 6 мен 7-ның арасы 30 градус. Бізде сұрап тұрғаны сағат 19-дан 20-ге кеткен кезде минуттық тіл мен сағаттық тілдің арасында қандай градус пайда болады дейді. Яғни 30 қосылған 30 қосылған 30 қосылған 10 болады бізде 100 градус. Егер сіз сағат тілі мен минут тілі арасындағы пайда болған бұрыш туралы есепті түсінген болсаңыз, сағат 3:30-да минут тілі мен сағат тілінің арасында қанша градус болатынын өз күшіңізбен тауып көріңіз. Міне есеп, сіздің жауабыңызды біз төменде пікірде күтеміз. Біздің каналға тіркеліп, Нишпен КТЛ дайындалып жатқандарыңызға мың алғыс. Бұйырса, Нишпен КТЛге бірге түсіп кетейік. Ал сіз қай қаладан дайындалып жатырсыз? Қай мектепке түскіңіз келеді? Төменге жазыңыз. Ниш емтиханы 40 күн, биыл емтиханы 50 күн қалды. Егер сіз басқа қаладан болып, бізге қатысқыңыз, дайындалғыңыз келсе, дәл қазір 2 марафон, бір қабылдау емтихан тесті, КТЛ интенсив онлайн курсы және бақылау жұмыстары бар.
Бұның барлығында біз 621 есеп қарастырғанбыз. Бағасы 22 мың теңге. Бірақ дәл бүгін жазсаңыз сізге 50% жеңілдікпен 11 мың теңгеге бере аламыз. Ол үшін төменде көрсетілген номерге жазыңыз да жеңілдікпен алғым келеді деп айтыңыз. Сізге міндетті түрде жеңілдік жасалынады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көптен көп рахмет. Видеоны таратыңыз, бөлісіңіз, бұйырса Нишпинг ТЛ-ға бірге түсейік.